Қайырлы күн оқырмандар. Бүгінгі оқитын әңгімемнің тақырыбы бақыт. Әңгімем ұнап жатса каналыма тіркелуді ұмытпағайсыздар. Жанар оқуды бітіріп өзінің ұнатқан жігітіне тұрмысқа шықты. Жанар мен Беріктің екі қыздары бар. Екеуі де сондай ұқыпты, кішкентай болса да ақылды қыздар. Ая 5 жаста, ал Алуа 3 жаста. Бақытты отбасы, үлгілі жанұя. Бір күні Берік көңіл күйсіз Жанарға келіп, оны ұнатпайтынын, онымен бірге тұра алмайтынын айтты. Жанар не болғанын түсіне алар емес. Жанар, мен сенімен бір шаңырақ астында тұра алмаймын. Мені кешір. Менің сүйгенім бар. Саған қанша уақыт айтуға батылым бармады. Оны кезіктіргелі, олсыз өмір сүре алмайтынымды түсіндім. Қазір қыздарымыз кішкентай, түсінбес, бірақ уақыт өте түсініп, мені кешірер деп ойлаймын. Бұл қалай? Мүмкін емес, Берік. Бұл не дегенің? Деп Жанар жылап жіберді. Ет жүрегі езіліп өзін қоярға жер таппады. Бірге өткен жылдары көз алдынан зырғып өтті. Өз басында мұндай жайттың боларын ол еш уақытта ойлаған емес. Берік есікті тарс жауып шығып кетті. Осылайша Жанар ойға батып есін әзер жинады. Кешкісін Берік үйге келді. Қыздар ұйықтап жатқан болатын. Келіп қыздарының бетін сүйді. Ас үйдегі Жанарға келіп, Жанар, біз ересек адамдармыз. Білемін, саған қазір ауыр. Бірақ мен саған әрі қарай өтірік айтып, сенің де өзімнің де уақытымды жоғалтқым келмейді. Сондықтан сенімен өткізген әр күніме рахмет. Мені түсінерсің. Шынайы махаббатымды кезіктіргенім мен. Осылай боларын кім білген? Кешіре алсаң кешіре көр. Тағдырымыз осылай болуы керек болған шығар. Тағдыр, Берік, сен өзің не деп тұрғаныңды білесің бе? Мен сенімен қаншама жылымды өткіздім. Сен болсаң дым болмағандай алғыс айтасың. Жақсы, қалағаның болсын. Бірақ қыздар менімен қалады. Қыздармен біраз уақыт кездеспейсің. Олар әлі кішкентай. Маған оларға түсіндіруге мүмкіндік бер. Саған отбасыңнан артық қандай қыз? Кім екенін мүмкін айтарсың. Сене алар емеспін. Сенен мұны күтпеп едім. Ол кім? Білем. Атын естігенде ашуланбай, тек сабырлы болшы. Өзің сұрадың. Айтпауға болмас, ендеше біліп жүр. Сенің жан құрбың Әлия. Оның еш жазығы жоқ. Менің оған деген сезім бірінші ашылды. Оны жазғыра көрме. Оны қалай ұнатып қалғанымды өзім де білмеймін. Қалай жан құрбыммен мұндай сұмдық болмас. Сен оның бір ұлы барын білесің ғой. Өз қаның қыздарыңа емес, бөтеннің баласы саған жақын болғаны ма? Оның күйеуінің қайтыс болғаны әлі жылда болмады. Сен оны қай кезден бері ұнатасың? Екеуіңнің бұл қылықтарың қай кезден басталды? Сендей оңбағанды айтуға сөзім жоқ. Бір-бірлеріңді тауыпсыңдар, сатқындар. Олай деме. Әлия екеуміз сені сатпадық, алдамадық. Жолдасы қайтыс болғаннан бастап мен оған көмектесе бастадым. Бұл махаббат жанашырлықтан жұмыста басталған болатын. Екеуміз бір жобамен айналыса бастадық. Біртіндеп сезіміміз оянды. Болды. Бұдан әрі тыңдай алмаймын. Жетер. Басқа қалаға кетемін, сені өмірімнен өшіргім келеді. Сенімен өткен күндерімді бір сәтке еске алғым келмейді. Жетер.
Қалай ғана ұялмай махаббат хикаяңды айтып отырсың? Мені сыйласаң, дәл қазір заттарыңды жинап кет. Жанар, кешірші. Мені түсінерсің деп ойлаймын. Сен де өз бақытыңды табасың. Саған сенемін, деп Берік заттарын жинастырып үйден шығып кетті. Жанар таңға дейін көзін іле алмады. Берік Әлияның үйіне келді. Қоңырау шырылдады, есік ашылды. Берік, не істеп жүрсің? Түрің бозарып кетіпті ғой, тыныштық па? Бәрі аман ба? Жанарға бірдеңе болды ма? Айтшы, төзімді тауыспай. Алаңдайтын ештеңе де жоқ. Мен Жанарға бар шындықты айттым. Сенсіз өмір сүре алмайтынымды да. Сен бұлай тез арада айтады деп ойламаппын. Енді не болады? Жанар қалай? Қалай ол шындықты көтере алады? Қатты алаңдап тұрмын. Жан құрбының сатқындығы. Берік, біз не істедік? Енді қалай болады? Мұнымыз дұрыс па? Әлия, сабырға кел. Бұл біздің махаббат. Ешкімнің бізді кінәлауға құқығы жоқ. Алаңдама, уақыт емші. Бәрі өз орнына келеді. Солай болғай. Арада біраз күндер өтті. Берік ажырасуға құжаттарын тапсырды. Екеуі көп уақыт өтпей ажырасты. Жанар Берікке қарап ашулы емес, өзін салқынғанды ұстай білді. Берік, ащы да болса шындықты айтқаныңа ризамын. Мен түні бойы ойландым. Сендерді кешірдім. Алда бақытты болыңдар. Осылай екі жаққа кетеміз деп кім ойлаған? Келешекте Әлияны бағалайсың деп ойлаймын. Іштей деп күрсініп, жасын тұншықтырып Жанар кетіп қалды. Осылай тату-тәтті отбасының аяқасты ажырасу туралы шешімі туыс-туғанның, жақындарының таңданысын тудырды. Жанардың тек қана анасы мен бауыры бар болатын. Олар болған жағдайды естіп, түсінгеннен кейін Жанарға қолдау көрсетіп, шешіміне келісті. Ал Берік жастайынан ата-әжесінің қолында өскен. Ол үшін өз ата-анасы, ағасы мен жеңгесі сияқты еді. Қалай болғанда да олар ата-анасы ретінде мойындамайтын. Аға жеңгесі, яғни Беріктің ата-анасы өзара сөйлесе келе, Беріктің жеке өміріне араласпайтын болып шешім қабылдайды. Осылайша осыған дейін бақытты болған отбасы бұзылды. Жанар басқа қалаға кетіп қалды. Амалы не? Тағдыр болар деп жақын таныстары да, туған туыстары да, достары да үйреністі. Әлия мен Берік бірге тұра бастады. Берік Әлияның ұлына өз ұлындай қарады. Ұлы Алмас та оған бауыр басты. 3 жасар. Алмас та өзінің жаңа әкесінің болғанына тез үйренісіп кетті. Осылайша Берік жаңа отбасымен өз бақытын тапқан. Біраз уақыттан кейін Жанар да өз өмірін ретке келтіре бастады. Жұмысына қарай оралып, қыздарымен бірге өмірін жалғастыруда. Берік мүлде қыздарымен араласпады. Тек олар қажетті ақшаларын салып тұрды. Қыздармен кездесейін десе Жанардың уақыт сұрағанын, онымен кездесудің екі отбасыға да жақсылық болмасын түсінді. Біртіндеп қыздарын іздеуді, сағынуды мүлдем қойды. Себебі ұлының өмірге келуін күтіп жүрген болатын. Осылайша Беріктің ұлы өмірге келді. Есімін Руслан қойды. Бұл жаңалықтан Жанар да хабардар болатын. Бәрі ұмытыла бастаған еді. Осылай жүргенде арада 7 жыл өтті. Бір күні Жанардың жұмысына жаңа маман келді. Барлық әріптестер танысып жатты. Сәлеметсіз бе? Есімім Әлішер. Сіз Жанар боларсыз. Сіз туралы көп мақтаулар естідім. Жұмысыңыздың нағыз маманы, шебер екенсіз. Сізбен танысқаныма қуаныштымын. Асыра сілтеп мақтамаңыз.
Өз жұмысымызға ұқыпты қарау әр маманның міндеті емес пе? Мақтауыңыз артық енді деп күлімсіреді Жанар. Сізбен бір ұжымда болатыныма қуаныштымын. Сізге де рахмет. Ұжымға қош келдіңіз. Жақсы, ендеше әріптестер, жұмысымызға кірісейік, деді басшылық. Осылай алғашқы таныстықтан бастап Жанар мен Әлішер бір-бірін ұната бастады. Бірақ Жанар өзін алшақ ұстайтын. Себебі Әлішер мүлде үйленбеген болатын.